Binance биржасында UXLink 20 миллион UXUI криптовалютасын airdrop ретінде бізге тарататын болады. Міндетті түрде бұл активнсқа қатысыңыздар, өйткені бұндай мероприятие Binance биржасында бірінші рет болып жатыр. Және де бұл 100% гем болады. Екінші ақша табу жолы Binance-қа қатысты, тоже бұл жақта біз криптобокс ашатын боламыз, Red пакет. И бізге цент түседі, центті біз ақша табатын боламыз. Мысалы, бір адам 247 USDT тапқан осының арқасында. Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге осы активностьқа қалай қатысып, қалай ақша табу керектігін көрсетсем. Көрсетпестен бұрын достар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл airdrop 7 күнге созылады. 7 күн ішінде сіздер 224 UXUI криптовалютасын жинайтын боласыздар. Күнделікті бірден сіздердің Binance кошелектарыңызға түсіріп отыратын болады осы монетаны, бірақ та қазір сәтте бұның құны жоқ. Кейін осы жақын арада болатын шығар. Листинг шығатын болады, и листинг шыққаннан кейін біз спотовый торговля арқылы осы монетаны өзіміздің USDT ауыстырамыз. USDT-ді Каспий Goldқа шешеміз и табысымызды табатын боламыз. Мен айтып кеткен қадамдар ол 100% болады, өйткені бұл Binance биржа достар. Күнделікті задачаны телеграм-каналда қалай істеу керектігін көрсетіп отырамын, сондықтан міндетті түрде телеграм-каналға тіркеліп кетіңіздер. Ең бірінші телефоныңызға Binance биржаның приложениесін жүктеп алу керексіздер, регистрация өтесіздер, сілтемесі описанияда тұр, реф-кодты енгізсеңіз болады, плюшки берілетін болады, одан кейін сізге верификация өту керек. Егер де ондай дайын аккаунт болса, онда бірден өзіңіздің аккаунтыңызға кіресіз, одан кейін аяқта сары батырманы басасыздар, конвертация дегенді таңдайсыздар, және де сіздерге бұл жаққа эфириум газға құю керексіздер. Эфириум 0.08 құясыздар, ол USDT ретінде есептегенде 2-4 доллар. Мен ойымша 2-4 барлығында бар, құясыздар, оны потом сіздер 20 или 30 еселеп аласыздар. Поэтому советую. Егер де сіздер қалай құю керектігін білмесеңіздер, онда маған шықсаңыздар болады, маған жазсаңыздар болады, мен сіздерге көмектесетін боламын, қалай құю керектігін. Даже мен өзім Binance-та сіздің Binance-ға жіберіп бере аламын. Егер де сіз өзіңізде USDT или басқа криптовалюта активності болса, яғни шотыңызда 2-4 доллар болса, онда ол жақта аут дегенде ол жақта керекті валютаны таңдайсыздар. Менің назарымда мысалы USDT. Одан кейін бұны жақта біз эфириумға ауыстыратын боламыз, сондықтан эфириум таңдаймыз. Примерно сіздерге 2 доллар 35 цент мұны құю керексіздер, сіздерге яғни 0.0008 эфириум болу керек. Міндетті түрде, өйткені ол жақта қазір обмен жасаған кезде минимальный обмен ол жақта 0.08 эфириум. Осыны сіздер ауыстырып аласыздар, предварительный просмотр басасыздар и конвертировать дегенді басасыздар. Одан кейін артқа өтеміз, кошелек деген батырманы басамыз, и мына жақта жоғары жаққа қарасаңыздар, биржа деген тұр, қасында Web3 тұр. Осы Web3-ге өтетін боламыз, яғни барлық іс-қимыл қазір Web3-да өтетін болады. Сіздер бастапқы кірген кезде создать кошелек деген басасыздар, одан кейін резервный копирование жасайтын боласыздар, ол яғни өзіңізге новый пароль ойлап табасыз. Новый парольді міндетті түрде сохранить етіп қойыңыздар, өйткені келешекте ол керек болады. Одан кейін ендігі сәтте біз спотовый кошелектен осы Web3-ға лақтыру керекпіз бана эфириумда. Ол үшін перевод деген батырманы басамын. Және де спотовый кошелекті мына wallet деп таңдалып тұр. Монета бізге эфириум таңдау керек, мына ETH. И мына жақта сет міндетті түрде біз арбитрум таңдаймыз. Перевод дегенді басамын. Неге именно 0.08? Мұны айтып кеткенде бана минимум мына жақта 0.008 көрсетіліп тұр. Бізде өзіне именно осындай сумма тұр, 2 доллар 35 цент, ол вывод средств деген басамын. Подтвердить. Все, платеж обрабатывается. 1-2 минут күте тұрасыздар, одан кейін перевод успешно деп тұр, счетта мынау жетеміз. Тағы да 1-2 минут күтеміз, өйткені мына жақта басында перевод болған өзінде 0 болып тұрады. Кішкене күте тұрыңыздар, и счеттарыңыз все-таки түседі, міне 2 доллар 11 цент. Және де сіздер егер мына активность жасайтын болсаңыз, сіздерге плюс 25 криптовалютасы UXUI-ді берілетін болады. Ол үшін сізде счетыңызда именно Web3-да 10 доллардан көп болу керек USDT-дан. Егерде төмен болса, сіздерге 5 UXUI беріледі, ал егерде 10 доллардан жоғары болса, онда 25 берілетін болады. Ол үшін қайтадан кошелек өтеміз. Енді бұл істесеңіз де болады, істемесеңіз де болады. Ол өзіңіз таңдауыңызда. Мен қазір бұны істейтін болам, яғни қайтадан переводқа кіремін. Және де бұл жақта уже монета USDT ретінде таңдайтын болам. И мына жақта BNB Smart Chain бола берсін.
яғни сіздер тоже бұл жақта переводқа тоже төленетін болады, 0,3 цент кетеді. $10 5 цент құятын боламын. Вывод средства дегенді басамын. Подтвердить. Все, платеж обрабатывается. Енді бұны да қазір күтетін боламын. Бұл түскен кейін достар, айта кетемін, бірінші күні сіздер 16 монета алатын болсыздар, келесі күні 20, сосын 24, 28, 32, 36, соңғы күні уже сіздер 40-та 28 монета аласыз, и общий сумма сіздерде 224 UXUI болады. Счетымызға түсті $12.28. Және кошелектің орта жағына қарасаңыздар, өзі өтіп жатқан активность тоже мына жерде көрсетіліп тұр, басты мәзірде. Участвовать деген басамыз, немесе сіздерге сілтемесін қалдырып кетемін, бірден соңғы кірсеңіздер болады. Ендігі сәтте бізге бұл жақта Connect Wallet жасау керек. Ол үшін бірінші жоғары жақта Connect дегенді басамыз. Binance Web3 Wallet дегенді таңдаймын. Подписать. Бізде Connect жасалды. Қайтан төменге түсеміз, и мына жерде Connect дегенді басамын. Подписать. Қайтан аутентификатор өтетін болам. Бізде верификация өтті, и міне 25 UXUI берілді. Енді келесі бізге task 2 задание check-in деген басамын. Яғни ошақта бізге уже газға төлеу керек болады. Газ бізде 0.01 цент. Подтвердить деген басамын. Даже көпті ақша кетпейтін сияқты, газға просто 0.01 цент. 7 күнде соны құртсаңыз, просто бұл жақта минимальный пополнение 0.08, яғни $2,5. Поэтому сондай сумма құямыз. Потом обратно сіздер шешіп алсаңыздар болады. Ол суммаңызды мына түсті. Все. Бірінші күні заданияны біз сәтті орындадық. Одан кейін төмен түсеміз, мына жақта берілген 25-ті тоже клейм жасайтын боламыз. Ол үшін клейм деген басамын. Яғни счетымызға түсіретін боламыз. Тағнақта осыны максимально басам, клейм. Подтвердить деген басамын. Счетымызға жіберіп алдық. Міне достар, Web3 счетыма түсті. UXUI міне 41 деп тұр. Төмен қарасаңыздар, құны жоқ, вообще құны жоқ. Өйткені әлі листингқа шықпады. Листингқа шыққан кезде бұның құны кірілетін болады, және біз міндетті түрде бұл жақтан ақшамызды шығаратын боламыз. Ал мына сумма келсек, яғни бұл сумма күйіп кете ма, или қалай болады десеңіз, дальше енді 7 күн бойы ошақта ұстап отыратын боласыз, 7 күннен қайтан өз ақшаңызды шешіп аласыз. Тек қана кететін бұл жақта комиссия ғана кетеді, 0.3 цент обратно шешкен кезде тағы 0.3 цент ұстайды, и все. Бұлай бұл ақшаңыз тоже күймейді, қайтан обратно шешіп алатын боласыздар. Бұны қалай шешеміз десеңіздер, яғни перевод дегенді басасыздар қайтан, и наоборот уже валеттен спотовға лақтыратын боласыз, просто на батырман басасыздар, и максимально деп жіберетін боласыздар. Потом қайтан Каспи голдтарын шешіп аласыздар, и сіздер кететін тек қана айтып кетейін, комиссияға стап қалады. Но сіздер на монетамен ақтап аласыздар. Даже айта аламын достар, что мүмкін біз 100 или $200 табу мүмкінбіз осы активность көрсеткен үшін. Но бұл менің болжамым, ал шынымен қанша болатыны ол уақыт көрсететін болады. Қатысыңыздар, ақша табыңыздар. Екінші ақша табу жолы, айтып кеткенде криптобукс ашатын боламыз. Бұл тегін достар. Мына постқа өтетін боламыз, сілтемесін описание қалдырып кетемін. Осы сілтемені ашасыздар. Ашқаннан кейін сіздер осындай мәзірге өтетін боласыздар. Бұны Binance приложение арқылы ашсаңыздар болады, немесе веб арқылы ашсаңыздар да болады. Кіргеннен кейін нақта сіздер басасыздар, нақта получить деген тұрады. Басқаннан кейін сізге цент түседі. Мысалы мен 6 бокс аштым, 6 бокста маған 0.2 USDT жиналды. Ол бірден сіз Binance кошелегіңізге түсетін болады, оны сразу шешіп алсаңыздар болады. Бұл жақта 0.1-ден бастап $3 дейін түседі бір бокстан. Мысал ретінде мына лидер бойынша, мына рейтинг бойынша бір адам $247 тапқан екен осы копейктардан. Яғни ол мысалы 1000 или 2000 бокс ашқан шығар. Соның арқасынан осындай ақша табылды. Яғни 2000 боксты қалай ашу керек десеңіздер, яғни каждый адамдар шақырасыздар, шақырып, олар сенің атынан міндетті түрде регистрация өтпеу керек, именно сілтеме арқылы өтсе, сізге мына жақта тағы бір тегін бокс ашуға рұқсат етіледі. Бұл активность бір ай созылады, яғни бұл бітуіне 21 күн қалды. 21 күн бойы сіз егер адамдарға жіберіп, олар ашатын болса, сол сілтеме арқылы кіріп ашатын болса, онда сізге тағы бір тегін бокс болып жиналады. Мен мысалы 6 бокс ашығам. Енді бұл жақта достар өте аз табасыздар. Егер осылар сияқты ақша табамын десеңіздер, мысалы 83 USD, 161 USD, онда сізге примерно 1000 или сондай бокс ашу керексіздер бұл жақта.